Баршаңызға сәлем. Бүгін мен сіздермен үй жағдайында жасалу жолы оңай әрі тез дайындалатын суши әзірлейтін боламын. Менің каналыма жазылып, лайк басып, видеоны соңына дейін көріп, менімен бірге болыңыздар. Сушиімізге қажетті барлық ингредиенттердің барлығын видеоның төменгі жағына жазып өтемін. Ең алдымен күрішімізді ыдысымызға салып, крахмалы кеткенше тазартып жуып аламыз. Күріштің үстіне суымызды құйып, 1 шай қасық қант пен жарты шай қасық тұзымызды салып, араластырып, қақпағын жауып, баяу отта 20 минут қайнатамыз. 20 минуттан кейін отымызды өшіріп, күрішіміздің бетіне лимонның шырынын сығып құямыз. Лимон шырынын құйғаннан кейін тағы да 10 минутқа қақпағын жауып қойып қоямыз. Енді сушиімізді жинауға кірісеміз. Пищевой пленканың үстіне нориді салып, оның үстіне күрішімізді жақсылап жан-жағына жайып орналастырамыз. Бұл жерде сіздер макисуды пайдалансаңыздар болады. Күрішімізді видеода көріп отырғандарыңыздай норидің соңына дейін жеткізбей, осылай жақсылап орналастырып аламыз. Келесі кезекте балығымызды жақсылап ұзынша етіп турап аламыз. Егер де балық жұмсақ болса, оны морозильникке жақсы туралу үшін кішкене қатырып алсаңыздар болады. Қызыл балықты 2 түрлі етіп турап алыңыздар. Біріншісін жалпақтап, екіншісін және ұзынша етіп. 2 түрлі суши жасағанға осылай өздеріңізге ыңғайлы болады. Енді күрішіміздің үстіне кондитерлік мешокқа салынған творожный сырымызды жақсылап осылай орналастырып аламыз. Егер де сіздерде бір слой аз болса, 2 рет жүріп өтсеңіздер болады. Творожный сырдың қасына қиярымызды осылай ұзынша етіп турап, әдемілеп салып шығамыз. Қиярдың жанына үстіне қызыл балығымызды ұзынша етіп орналастырып аламыз. Дайын болған сушиімізді пищевой пленканың көмегімен осылай асықпай орап шығамыз. Қолдарыңызбен ақырындап басып орасаңыздар болады, сонда күріш бір-біріне нығыз орналасып, жақсы оралады. Енді екінші түрлі сушиімізді жасауға кірісеміз. Пищевой пленканы жақсылап жайып аламыз да, үстіне күрішімізді салып шығамыз. Бұл сушиге нориімізді жартысын кесіп аламыз. Нориімізді күріштің үстіне салғаннан кейін кондитерлік мешокқа салынған творожный сырымызды салып шығамыз. Творожный сырымыздың жанына ұзынша етіп туралған қиярымызды саламыз. Сушиімізді пищевой пленканың көмегімен жақсылап орап шығамыз. Жалпақша етіп турап алған балығымызды осы сушидің үстіне орналастырып шығамыз. Сушиіміз бізде дайын болды. Сушиді холодильникке 1-2 сағатқа қойып қойсаңыздар болады. Сушиді жасау барысында күріш қолдарыңызға жабысып жатса, таза суға қолдарыңызды сулап алыңыздар. Сонда күріш қолдарыңызға жабыспайтын болады. Екіншіден, егерде балығыңыз тым жұмсақ болып туралмай жатса, оны морозильникке қатырып алсаңыздар, қатқан балық жақсы әрі тез туралады. Жалпы сушидің жасалуы өте көп. Сіздерге мен бүгін 2 сушидің жасалу әдісімен таныстырдым. Өздеріңізде үй жағдайында жасап көрсеңіздер болады. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Дәмді кеңестер каналында жүздескенше сіздермен бірге болған Қарлыға ас болсын.